форматтағы жұмысты азаматтық форумның осы бүгінгі алған тақырыбымыз мәні ерекше болып отыр. Ол Конституцияда айқындалған әділеттік, теңдік, өзара түсіністік пен жауапкершілік принциптарына нақты көрінісі деп біз білеміз. Бұл форум 20 жыл бойы азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттік органдардың, сарапшылар мен белсенділердің бір алаңға бірігіп, ашық пікір алмасуға, тәжірибе бөлісуге және ел дамуына ықпал ететін тың бастамаларды қалыптастыруға мүмкіндік беретінін біз толығымен түсінеміз. Бірлескен жұмыстың нәтижесін бағалап, өзекті мәселелерді талқылап, болашаққа бағыт бағдар айқындайтын тағы да айта кетейін, бұл маңызды алаң біз үшін. Бүгінгі форумның тақырыбын өздеріңіз көріп отырсыз. Өңір-өңір қоғамдық кеңестер, өзгерістер драйвер деп атадық. Бұл тектен-тек бұл тақырыпты алып отырған жоқпыз. Ол азаматтардың жергілікті басқаруға қатысу және өз өміріне қатысты шешімдерге ықпал етуге негізгі даму бағытын ретінде көрсетіліп отыр. Шығыс Қазақстанның қоғамдық кеңесінің төрағасы ретінде осы қоғамдық кеңестің ерекшелігі неде деп сұраса, мен әрине ол адамдарында деп айтушы ем. Себебі біздің осы жұмысты жүргізіп отырған біздің әріптестеріміз және осы қоғамдық кеңестің жұмысына түрлі саланың мықты мамандарын тарту арқылы біз осы механизмді жақсы пайдаланып отырмыз. Ата заңымыз Конституцияның 30 жылдығы қарсаңында өтіп отырған осы Шығыс Қазақстандағы бұл форумның орны ерекше. Бүгінгі форум барысында өте тың ойлар, тамаша ұсыныстар айтылды. Сол ұсыныстар мен керемет ойларды ести отырып, біз жаңа бір серпін алдық десек болады. Құрметті қатысушылар, саяси реформалардың арқасында елімізде жан-жақты өзгерістер жүзеге асып жатқанын өздеріңіз көріп жатырсыздар. Конституцияға түзетулер енгізіп парламенттің өкілеттігі күшейді, үкіметтің есептілігі күшейді, конституциялық сот құрылды. Ең бастысы азаматтардың шешім қабылдау процесіне қатысуына нақты жағдай жасалды. Жергілікті басқару жүйесі де жаңарып келеді. Соңғы 3 жылда ғана ауыл әкімдерінің 72% жаңарды. Олардың 3/1 мемлекеттік қызметте бұрын істемеген жаңа тұлғалар, яғни үкіметтік емес ұйым өкілдерінің де осындай үлкен саяси қызметке баруына жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр. Соңғы жылда Шығыс Қазақстан облыс көлемінде жастарға көбірек қолдау білдіруде. Жастар ойын бұрынғыдан қарағанда еркін білдіруде. Осы мәселелерді тікелей күресуде. Өйткені жастар арасында бұл проблема актуалды болғаннан кейін жастардың ойын тыңдау өте маңызды деп ойлаймыз. Сол үшін бүгінгі азаматтық форумда жастардың арасында көшбасшы ретінде өз ойымды білдіретін боламын.